Құрметті ата-аналар, әріптестер, оқушылар, міне біз сіздермен 2025 жылда қорытындылағалы отырмыз. Бұл бір жемісті жыл болды десек артық айтқандық емес. Мектебімізде қазіргі таңда 454 бала білім алды, оның 226-сы қыздар болса, 228-і ұлдар. Жалпы мектептің мұғалімнің сапалық құрамы 74% құрайды. Оның ішінде 2 педагог шебер, 12 зерттеуші, 13 сарапшы, 21 педагог модератор қызмет етеді. Мектепте 9 класста 32 бала оқып жатса, 11 сыныпты бітіретін 34 бала бар. Қазір олардың 2-і алтын белгіге үміткер, 3 оқушы үздік аттестаттың үміткері болып танылып отыр. Бірінші тоқсан бойынша білім сапасы 66% құрап отыр. Жалпы жыл бойғы конкурс, аудандық, пәндік олимпиадаларға, облыстық, республикалық кезеңдерге қатысып, мектебіміз жоғарғы биік сатыдан көріне білді. Оның дәлелі ретінде мен сіздерге қазір атап айтып кететін болсам, спорт сайыстарынан ұлттық мектеп лигасы арасындағы волейбол жарысынан 5-6 сыныптың ұлдары 2-ші орын алды, 5-6 қыздары да 2-ші орын алды, 9-11 сыныптың ұлдары 3-ші орын алса, 7-8 сынып қыздары 1-ші орын алып, олар облыстық кезеңге жолдама өтіп алды. Осы ұлттық мектеп лига аясында баскетбол сайысына да қатысып, 5-6 сынып ұлдары 2-ші орын, 7-8 сынып ұлдары 3-ші орын, 7-8 қыздары 3-ші орын, 9-11 сыныптың қыздары 2-ші орын иегері болды. Аудандық 9-мала жарысында 5 бала жүлделі орындарға ие болса, 5-8 сыныптар арасында республикалық пәндік олимпиаданың аудандық кезеңіне 27 бала қатысып, 8 бала жүлделі орындарға ие болды, бір оқушы облыстық кезеңге жолдама жеңіп алды. 9-11 сыныптар арасында 16 оқушы қатысып, 2 оқушы 3-ші орынға ие болса, ал республикалық пәндік ауыл олимпиадасына қатысқан 6 оқушы облыстық кезеңге қатысып, жолдама сертификатқа ие болды. Облыстық сайыс конкурс олимпиадалар республикалық кезеңдеріне мынандай жетістіктерге жеттік. 8-11 сынып оқушылар арасында Ілияс Жансүгіров оқулары байқауының облыстық кезеңінен Қасенова Айсұлу Амангелдин оқушысы облыстан 3-ші орын алды. Әлем таныған әуезов шығармашылық байқауына әуезов шығармалар бойынша 8-11 сыныптар арасындағы облыстық кезеңіне қатысып, Өзбекова Айнаш Сапарованың оқушылары 3-ші орын иегері атанды. 10-шы Б класс оқушысы Құдайбергенова Алинура Ақберен республикалық өнер байқауы көркем сөз бөлімі бойынша облыстық кезеңге қатысып 1-ші орын алды. Одан кейін республикалық кезеңіне қатысып, ол жерден 3-ші орынмен марапатталды. Мұғалімі Өзбекова Айнаш Сапарова. Заңды олимпиада бұл 10-шы Б класс оқушысы Мамырбекова Каусар қатысып, облыстық кезеңінде 3-ші орын иегері атанды. Жетекшісі Сыдықова Әдемі Сериковна. Көбікбаева Базар Тоқтарғалинаның 10-шы Б класс оқушысы Жақсылық Әдемі қатысып, осы заңды олимпиадаға облыстық кезеңнен 3-ші орын алды. Педагог ретінде мен өзім педагогикалық идеялар фестиваліне қатысып, шеберлік палитрасы бойынша облыстық кезеңнен 1-ші орын алып, енді республикалық кезеңге жолдама алдым. Жалпы мектепте білім сапасы қалыпты деңгейде, оқу процесі, басқа да ұйымдастыру шаралар өз деңгейінде жүргізіліп жатыр. Сіздерді осы 2025 жылдың сәтті аяқталуымен 26-шы жаңа жылымыз табысты, жемісті жыл болсын деген тілекпен сөзімді аяқтаймын.